жұмыста бір адам қалдырып, қасындағы 2-3 адам жай ғана жүрген адам болса, жұмыстан шығарып, ананың зарплатасын ана адамға беріңдер деген шығарды ғой, соны қазір біреулер кайф ұстап алған, соны кәдімгідей пайдаланып жатыр. 2 адам без полный департамент шығарып жатқандар бар. Соның ішінде полиция қызметкерлері жақында 9000 адамға қысқарады дейді, представляете? Мені полицейскийлер жақсы ғой, мен бірақ кей кезде мына шетелдің полицейскийлермен біздің полицейскийлер кей кезде салыстырам бар ғой. Біздің полицейскийлер бар ғой, неге суық болып келеді, мен соны түсінбеймін бар ғой. Кәм түрлер деген суық кән. Ана шетелдің полицейскийлерін балдар жүгіріп барып, кәм Аяз ата секілді. Қасына кәм здравствуйте, окей, follow, окей, love, окей, кәм қал жағдайың жақсы ма деп, окей, follow деп қаласың. Біздікілер ондай жоқ қой, бізде деген серьезный бәрі. Ескерту деген жоқ бар ғой бізде. Ескертеміз, бірінші ескерту, сізге мынандай бүйтіп жүруге болмайды негіз деп айтса біз түсініп қаламыз ғой. Мә, қандай күшті полицейский дейді, рахмет ағай. Бізде сразу артынан кетіп жатамыз. Жоқ, нормально. Еще мына жерінде қазір еще олаздай төбе қойып қалған. Мына жерінде камера қойып алып еще видео наблюдение деп тұрады жаңағы. Бізде полицейскийлерден қорқасын бар ғой. Бәрінде бола ма жігіттер, мына машинамен жүретіндер? Документтің бәрі түгіл, бірақ қасыңа келіп полиция келіп тоқтапса, өзіңнен өзің не істерін білмей қалсың ғой. Неге деймін да? Қағамасыздар, дей жоқ бізде. Не істерін білмей қаласың, аяқ қолдың бәрін. Істемейтін радионың құшып кетесің өзіңмен өзің бар ғой. Қасыңнан кетпейді да қойшы, тесіліп қарап отырады саған бар ғой. Сен де қайда қарарыңды білмей тұрасың, вроде бәрі нормально, сонда да уже бар ғой. Қалыптасып қалған ана полициядан қорқу бар ғой. Еще бар ғой. Олар да біледі, бір 60-пен жүретін жерде алдыңа 60-пен түсіп алып ақырын кетіп батады ғой. Өзің асып батсаң ананың атынан кетіп батасың ғой. Бір афгондап кетейін сен қорқасың бар ғой. Бірақ документ бәрі түгіл, ана жерде көрсетіп тұр 100-120 жоқ, соның артынан еріп отырасың. Ана өзімен өзі әңгіме айтып жатырған шығар деймін де, біз артынан еріп қорқып отырамыз өзімен өзі. Анау мына жаққа қарай бұрылып кеткен кезде, уф дейсің ғой кәдімгі, фу деп жағы. Неге екен білмеймін, сонда біз полициядан қорқамыз ғой өйткені. Қорқамыз. Егер бізге полиция халыққа қызмет атқарады ғой, дос болу керек қой полиция қызметкерлері. Амандық сұрап, қалдарың қалай, жақсыңдар ма? Давай, молодцы, давай. Деп солармен барып жүгіріп барып қасына. Балдар қасына бар еркеле, полицияға депті. Біздің балдар полиция десе автоматически төмен қарап атады ғой өздері. Нормально, неге тығылып алсың десең, ана полиция деген қорқыныш қалыптасып қалғанда. Полиция деген қол. Мен сосын полиция қызметкерлері сол звондаған кезде мен айтамын да, Американың киносын қарайсың, Ресейдің киносын қарайсың. Сен звондайсың ғой, осындай жерде бірдеңе болып қалды деп. Ана өздерінде аппарат жоқ па екен деймін да, сенің қай жерде орналасқан көрсететін жоқ-ау деймін. Сол рухани жаңғырумен келмей отырған секілді оларға. Өйткені 100 рет звондайды ғой. Қай жерде тұрсыңдар? Да, только сейчас звонили, нам получили, да. Где ты стоишь? Мен ана ненің қасына тұрмын, Стелла бар ғой, соның қасына тұрмын. Мы Стелланың қасына тұрмын, сен қай жерде тұрсың? Мен жаққа келемін. Мен маған бірдеңе болып қалса деймін да, қалай тауып болады деймін бар ғой. Жоқ, вдруг мен осы жерде маған келіп қалды деймін. Анаған келіп қалды дейді ғой. Кім барады? Пятый, ты там в каком районе? Я сырмал, а ты в каком? Ай, бог саңдаршы! Сейчас, выезжаем. Кәдім бар ғой, содан айту жарты сағаттан кейін келді. Бізде скорыйды айтсайшы вообще ғой. Біз скорыйға адрес түсіндіргеніміз вообще қызық. Өзіміз далада жүреміз. Обязательно түсіндіріп тұрасың. Ана көк есіктің қасында тұрмыз. Міне, сізді көріп тұрмын, міне. Еще бір кезде ана екі шақырған адамдардың шығып кетеді, ақ қалат киіп алған, екі құдағи сияқты кәдімгі. Сумкасын ұстап жүріңіз деп, еще сұрайды, лифт істей ма дейді. Лифт істемесе бармайын деп тұрма деймін да. Сен қасында жүресің, жүріңіз. Үйге кіріп береді, бас салып жаңадай. Өздеріне барса бақила кигізіп қояды. Бізде бар ғой, енді бар ғой, до того сондай біз мәдениетіміз бі, скорыйдан адамдар келсе, врачтар келсе, ауру автоматически тұрады ғой өйткені. Ана кісілердің кіріп келгеннің өзі тұрғыз жіберем бе білмеймін әйтеуір. Амансыңдар ма, кішкене ауырып қалып жатырық деп уже айтасың. Еще бүйтіп сұрайды ғой, өзің ауырып жатсаң, не жедің дегенде шеш. Тай сен ауырып жатқанда не жеп жатырғанды білмейсің ғой енді. Оның алдында не жедің, кеше не жедің, анда не жедің, аха деп қасында біреу жазып отырады өздерімен өздері. Енді алып кетесіңдер өзі көрейік қазір. Біреулер бар, үйдің ішін қара, өзінің тендерлерді қара, өздері.
біз енді полиция мен дәрігерлер жақсы көреміз. Біз қит етіп жанымыз қысылса, бірден полицияға звондаймыз. Қит етіп жанымыз ауырып қысылса, скорыйға звондаймыз ғой. Бірақ әйтеуір енді осылай рухани жаңғыруда бір кәдімгідей бір өте керемет жоғарғы деңгейдегі мамандар, жоғарғы деңгейде бір бізге халыққа қызмет көрсетсе деген ойымыз ғой. Сол айтайық дегеніміз.